Алматы қаласы Наурызбай ауданында орналасқан 219 мектеп гимназиясы қабырғасында Совет одағының батыры Әлия Молдағұл апамыздың ерлігін насихаттау, дәріптеу мақсатында әскери патриоттық ойындар эстафетасы өтіп жатыр. Эстафета өте бәсекелестікте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бүгінгі эстафета жеңімпаздары кубоктармен, медальдармен марапатталады. Осындай жарыстар біздің жастарымызды отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелейтіні сөзсіз. Біз мемлекеттің жарқын болашағы жастарымызға үлкен сенім артамыз. Мен Рахым Сәрсенбин атындағы номері 192 жалпы білім беретін мектептің атынан шығып отырмыз. Бізге бұл жарыстар өте қызықты өтіп жатыр, және де жақсы көрсеткіш көрсеттік деп ойлаймын. Қалалық жарыстарда біз өттіп, және де жақсы орындарға иеленеміз деп ойлаймын.